17-ші беттегі екінші есептің әсі. Бөлінді мәнін, яғни шығатын санды тез таңдау үшін бөлгіштің соңғы цифрына мән береміз. Яғни, ондық, 10 және 7 бірлік. Бірлігіне мән береміз. Көбейту кестесіндегі бөлгіштің бірлігіне тең санды есімізге түсіріп көрейік. Ал көбейткен кезде бөлінгіштің соңғы цифры шығатындарын ғана таңдау қажет. Бөлгіш, яғни екінші тұрған санды 2-ге, 3-ге, 4-ге көбейтіп көреміз. 17-ні 2-ге көбейтсек, 34. 17-ні 3-ге көбейтсек, 51. 17-ні 4-ге көбейтсек, 68. Мінекей, 68. Олай болса, 68-ді 17-ге бөлгенде 4 екен. Көбейткен кезде де бөлінгіштің соңғы цифрына мән береміз. Осылайша көбейту арқылы 68-ді 17-ге бөліп, мәнін таптық. 4. Өрнектің мәні табылды. 18-ші беттегі 4-ші есеп. Мәні бірдей өрнектерді табамыз, яғни тура теңдіктерді теріп жазу керек. 78-ді 13-ге бөлгенде мәні қанша? Және 780-ді 130-ға бөлгенде бөліндінің мәні қанша? Үстіне төбесіне жазамыз. 78-ді 13-ге бөлсек 6, 780-ді 130-ға бөлсек тағы да 6. Олай болса, бұлар тура теңдіктер, яғни мәні бірдей. 19-ші беттегі 6-шы есептің басы шарты циркуль 65 теңге тұрады. Бұл бір сызғыштан 13 есе қымбат, яғни бір сызғыштың бағасы құны белгісіз. Есе қымбат, негізі бұл жерде көбейту керекпіз, бірақ есептің шартында бұл бір сызғыштан 13 есе қымбат десе, бұл жанама есеп болып кетеді. Осы сөз тұрғандықтан біз кері амал қолданамыз. Есе қымбат көбейтетін болсақ, енді бұл есе қымбат бөлеміз. Бір циркуль мен бір сызғыш қанша теңге төлеу қажет? Яғни осы екі құралға барлығына қанша теңге ақша төлеу қажет екенін табамыз. Екі амал, екі жауап шығады. Шешуі 65 теңге мен 13 есе қымбат десе, 65-ті 13-ке бөлеміз. Одан кейін бір циркуль мен бір сызғыш, яғни барлығы. Демек, қайтадан мына 65-ті қосамыз. 65-ті 13-ке бөлгенде бөліндінің мәні 5-ке тең. Енді 5-ті 65-ке қоссақ 70. Олай болса, бірінші жауап бір сызғыш 5 теңге тұратын болып тұр. Ал бір циркуль мен бір сызғыш, яғни осы екі құрал барлығы үшін 70 теңге төлеу қажет. Шартында бұл есе қымбат бөлеміз. Егер бұл деген сөз жоқ, тек қана есе қымбат болса, онда көбейте береміз. Ал сұрағында есептің айырмашылығын сұрап тұрса, салыстырмалы есеп болып тұрса, қарағанда деген сөз кездессе, есе қымбат болса бөлеміз, сұрағында есе арзан деп тұрса, онда керісінше көбейтеміз. Бұл сұрағында кездессе, осылай амалдар қолданамыз. 19-ші беттегі 7-ші есеп. Теңдеуді шешу. X көбейту 80 тең 720 бөлінген 9. Алдымен күрделі теңдеуді оңайластырып аламыз. X көбейту 80 сол күйінде жазылады. Одан кейін 720-ны 9-ға бөлеміз. Бөліндінің мәні 80-ге тең. Енді мына 80 мен мына 280-ді бір-біріне бөлеміз. Мұнда көбейту тұрса, керісінше бөлеміз.
Сонымен 80 мен 80-нің бөлінді мәні 1-ге тең. Олай болса, x әріптің мәні табылды. 1 көбейту 80, 80-ге тең. 720-ны 9-ға бөлсек, ол да 80. 80 мен 80 тең. Теңдеуді шығарған кезде мына нәрсеге мұқият мән береміз. Егер бөлгіштің орнында әріп тұрса, және бөлгіштің қасында алдында азайту амалдары тұрса, ол кезде бөлеміз және азайтамыз. Бөлу болса да бөлеміз, азайту тұрса да азайта береміз. Ал қалған әріптер басқа жерде тұрса және басқа амалдар болса, ол кезде көбейту болса бөлеміз, бөлу болса керісінше көбейте береміз. 8-ші есеп. Кесте бойынша өрнек құрып, оларды жазамыз, мәнін табамыз. Кесте бойынша. Бірінші қосылғыш 12 мен 2-нің көбейтіндісі, екінші қосылғыш 310. Қосылғыш дегеннен кейін қосамыз және қосындының мәнін табу керек. 12 мен 2-нің көбейтіндісі 24-ке тең. 24-ке 310-ды қоссақ, қосындының мәні 334.